Работает? Қыркүйектің 22-сінен 26-сы аралығында солтүстік Қазақстан облысы аумағында дәрмек жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Оның мақсаты есірткі құралдарының, психотроптық заттардың, прекурсорлардың, сондай-ақ улы және күшті әсер ететін дәрілік препараттардың заңды айналымын бақылау. Медицина саласында әкімшілік заңнаманы бұзудың 18 дерегі анықталды. 13 медицина қызметкерлеріне қатысты материалдар жиналды. Есірткі заттары бар шамамен 1000-ға таблетка, 8000-нан астам психотроптық таблетка және 1300 ампула тәркіленді. Барлығы 38 медициналық мекеме тексерумен қамтылды. Өнеркәсіп саласында 5 құқық бұзушылық әшкереленді. 286 килограмм прекурсорларды айналыма шектеліп, 5 заңды тұлға жауапкершілікке тартылды. Барлығы 30 кәсіп орын мен 89 көлік құралды тексерілді.